Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың қозғалыс мүшелері. Бір жасушалы жануарлар су қоймаларда, ылғалды жерлерде немесе паразитті түрде басқа ағзалардың ішінде тіршілік етеді. Дене пішіні тұрақсыз болып келетін, мысалы амеба, цитоплазмасы денесінің қай бөлігіне құйылса, сол жақ бетінде уақытша жалған аяқтар пайда болады. Осы жалған аяқтардың көмегімен қозғалыс жасайды. Құрылысы қысқа әрі көп кірпікшелердің ырғақты қозғалу көмегімен белсенді қозғалатындар кірпікшелі кепше, инфузория секілді қарапайымдыларды жатқызамыз. Талшықтардың көмегімен жануарлардың денесі спиральді, үдемелі қозғалысқа ие болады. Оларға жасыл эвглена, бодо, трипанзома, лямбля секілді бір жасушаларды жатқызамыз. Прокариоттар, яғни бактерия патшалығының өкілдері, қозғалғыш бактериялардың қозғалу мүшесі бірне көп талшықтар арқылы жүзеге асады. Көп жасушалы омыртқасыздардың қозғалу мүшелеріне тоқталатын болсақ, ішек қуыстылардың өкілі гидрада көп мөлшерде тері бұлшықет жасушалары бар. Осы жасушаларда бұлшықет талшықтары болады. Талшықтар жиырылған кезде жануардың денесі сығылады, ұзарады, иіледі. Гидраға адымдап қозғалу тән. Құрттарда алғаш рет дербес бұлшықет жасушалары пайда болды. Олар жабынмен бірігіп кететін бұлшықеттерден қабат түзейді. Мұндай жүйені тері бұлшықет қапшығы дейді. Мысал ретінде шұбалшаңның қозғалысын қарастыратын болсақ, оның сақиналы бұлшықеттері және ұзын салалы бұлшықеттері қатысады. Денесінің алдыңғы бөлігін алға қарай созады. Денесінің сыртында орналасқан қылтанақтардың көмегімен тегіс емес жерлерге жабысады. Содан кейін бұлшықеттер жиырылып, дененің артқы бөлігін алға қарай тартады. Ұлулар бұлшықетті аяғының толқын тәрізді жиырылу арқылы қозғалады. Олар бөлетін шырышта жылжуға көмектеседі. Мысалы, тоспа ұлуы, жүзім ұлу секілді өкілдерді жатқызамыз. Ұлуларда бұлшықет жүйесі әсіресе бас аяқтыларда едәуір дамыған. Сегіз аяқ, каракатица, кальмар секілді бас аяқтыларды мысал ретінде қарастырамыз. Суда жылжудың тағы бір маңызды әдісі реактивті қозғалу. Мысал ретінде үрленген шардың аузын бос қоятын болсақ, ауа шыққан бөлігіне қарама-қарсы бетке қарай жылдам тез арада ұшатынын байқауға болады. Яғни ағзалар суды жинап алып, оны үлкен қысыммен шығаратын болса, денесі қарама-қарсы бағытқа қарай қозғалады. Оларға медузалар, сегіз аяқтар, каракатица, кальмар секілді жануарларды жатқызамыз. Буын аяқтыларда алғаш рет бұлшықеттерінің жеке шоғыры пайда болды. Дененің сегменті қозғалу үшін бұлшықеттің белгілі бір шоғыры жиырылады, ал қалғандары демалып энергияны үнемдейді. Шаян тәрізділер класс өкілдерінде бас көкірегінде 5 жұп буынақты аяқтары болады. Бірінші жұбы қысқыш, буынақты құрсағының құрсақ аяқтары болады. Оларға аналығы уылдырығын салып жетілдіреді. Ал өрмекші тәрізділер класс өкілдерінде 3-3-тен тырнақтары бар, 4 жұп жүру аяқтары болады. Ерекше тарақты тырнақтары ұстағыш тор өрмекті өру үшін, ал қалған тырнақтары оның бетімен қозғалу үшін қажет. Жәндіктер, яғни бунақ денелілер әртүрлі қозғалыстар тән. Жүру, жүзу, секіру, қазу, ұшу. Олардың 3 жұп бунақталған аяқтары және 2 жұп қанаттары болады. Барлық омыртқалардың тірек қимыл жүйесі ұқсас. Бұларға ішкі қаңқа сүйектері және оларға бекіген бұлшықеттер тән. Балықтар суда еркін жүзу үшін денесінің алдыңғы бөлігі сүйір, ал құйрық бөлігі құйрық жүзбе қанатымен аяқталады. Балықтардың қозғалуына жұп көкірек және құрсақ жүзбе қанаттары қатысады және денесін ию арқылы қозғалыс жасайды. Балықтардың омыртқа жотасының екі жақ бөлігінде бұлшықеттер орналасқан. Егерде оң жақ бөлігіндегі бұлшықеттер жиырылса, оңға қарай иіледі, ал сол жақ
бұлшықеттер жиырылса, сол жаққа қарай иіледі. Осы кезектесіп иілу арқылы балықтар қозғалыс жасайды. Қосмекенділер алғаш рет құрлыққа шыққан омыртқалы жануарлар. Осыған байланысты екі жұп аяқтары пайда болған. Артқы аяқтары алдыңғыларынан ұзын болғандықтан жер бетімен секіріп қозғалады. Жалпы бақада 350-ден астам бұлшықеттер тән. Жорғалаушылардың аяқтары өте қысқа болғандықтан қозғалуға құйрық қатысады. Сол себептен оларды жорғалаушылар деп атаймыз. Жыландардың аяқтары мүлдем болмайды. Теңіз тасбақаларының аяқтары, теңіз мысығы, морж секілді жануарлардың аяқтары жүзу қалақтарына, яғни ескек тәріздіге айналған. Қолтырауындарда олардың бармақтарының арасында жүзу жарғақтары кездеседі. Құстардың алдыңғы жұбаяқтары түрі өзгерген, ұшу қанаттарына айналған. Қанаттарында ірі желпеуіш қауырсындары болады, олар қанаттардың ұшу беткейін түзейді. Артқы аяқтары жүруге арналған және әртүрлі болады. Құстарда артқы кейде бел, сегіз көз және алдыңғы құйрық омыртқалары берік байланысып, күрделі сегіз көзді құрайды. Оған жамбас сүйектері қосылады, олар бірігіп артқы аяқтарға тірек қызметін атқарады. Мысалы, колибри қозғалу мүшесі қанаттарын 1 секундта 80-100 рет қағады. Сүтқоректілердің аяқтары дененің астында тіреп тұрады. Бұл олардың бір орында ұзақ тұруына әрі тез жүгіруіне мүмкіндік береді. Жануарлардың қаңқасының типтеріне тоқталатын болсақ, қаңқа бүкіл дене мен оның жеке мүшелерінің тірегі және қорғанышы болып табылады. Оларды үшке бөліп қарастырамыз. Ішкі қаңқа немесе эндоқаңқа, сыртқы қаңқа немесе экзоқаңқа және гидростикалық қаңқа. Ішкі қаңқа жануарлармен бірге өседі. Жануарлардың ішкі қаңқасы тек шеміршекті ұлпадан немесе сүйек пен шеміршек ұлпадан тұруы мүмкін. Адам қаңқасы ішкі мүшелерді механикалық зақымданудан қорғайды. Мысалы, бас сүйегі миды қорғайды, қабырғалары жүрек пен өкпе кеуде қуысын қорғайды, ұзын сүйек тәрізді сүйектердің кемігінде қан жасушалар түзіледі. Адамның қаңқасы көптеген сүйектерден құралады. Жаңа туылған сәбиден 300-ден аса, ал ересек адамдарда 200-ден аса сүйектер болады. Ішкі қаңқа омыртқалы жануарларға тән, яғни балықтар, қосмекенділер, жорғалаушылар, құстар және сүтқоректілер класы өкілдері жатады. Сыртқы қаңқа көптеген омыртқасыз жануарларда кездеседі. Бұл сыртқы құрылым денені жауып тұрады және хитиннен немесе кальций карбонатынан тұрады. Экзоқаңқаның кемшілігі ағзамен бірге өспейді, сондықтан жануарлар бірнеше рет түлейді. Түлеу дегеніміз жануар жабынының ауысу үдерісі. Бұл кезде ағза қорғансыз болып, жыртқыштарға жеңіл олжаға айналады. Бұларға ұлулар, шаян тәрізділер, өрмекші тәрізділер және жәндіктерге тән. Гидростикалық қаңқа ішкі қуыстағы сұйықтардың қысымы негізінде дене пішіні мен қозғалысын сақтау жүйесі. Осы сұйықтықтың қысымы мен бұлшықеттердің оған қарама-қарсы жиырылуы жануарға дене пішінін сақтауға көмектеседі. Бұларға ішек қуыстылар, жалпы құрттарға тән. Енді оқу тапсырмасы. Адам қаңқасының суретін пайдаланып, кестені дәптерге сызып алып толтырыңыз. Бас қаңқасы, тұлға қаңқасы, қол қаңқасы және аяқ қаңқасының атауларын жазыңыздар. Келесі оқу тапсырмасы тіршілік ортасына байланысты әртүрлі жануарлардың қозғалу тәсілдерін көрсететін кестені дәптерге сызып алып толтырыңыз. Тіршілік ортасы, жануар мысалы, қозғалу тәсілдері және қаңқа типі. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы. Келесі кездескенше.